Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз, яғни дауыссыз дыбыстар. Біз өткен сабақта дауысты дыбыстар және дауысты дыбыстарды қалай жаттауға арналған лайфхак, сонымен қатар дауысты дыбыстардың емлесі жайлы толық танысқан болатынбыз. Енді бүгін біз дауыссыз дыбыстар жайлы өтеміз. Яғни дауыссыз дыбысты айтқанда өкпеден шыққан ауа ауыз немесе мұрын қуысында кедергіге ұшырайды. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар, яғни Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. У бірде дауысты, бірде дауыссыз болып келеді. Дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысына қарай ұяң, үнді және қатаң болып бөлінеді. Яғни, ұяңның саны 7, қатаң 12, үнді 7. Яғни, осыған қатысты мен келесі видеода толық түсіндіріп беремін. Бәріміз назар аударып мұқият тыңдасақ, жалпы дауыссыз дыбыстарды бірден тез тауып алатын тағы да бір лайфхакпен бөлісемін. Назарларыңыз келесі видеода болсын. Ал құрметті оқушылар, бүгін дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың қатысуына қарай ұяң, үнді, қатаң болып бөлінетіні жайлы айтқан болатынбыз. Енді бірден тағы да бір лайфхак ұсынғым келіп тұр. Ұяң, үндіні бірден тауып алу үшін бір әдемі мысалдар арқылы тез жаттап алуға болады. Соны бүгін сіздерге ұсынғым келіп тұр. Ұяң, үнді, қатаң. Яғни тоқталып кетейік. Гав жазғызбады. Яғни гав жазғызбады деген сөзге мән көрейік. Міне, осы жердегі дауыссыз дыбыстардың бәрін тауып жазайықшы. Г, В, Ж, З, Ғ, З-ны жазып кеттік. Б, Д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 7 ұяң бар екен. Гав жазғызбады деген сөзді бірден есімізге түсіріп, осының ішіндегі дауыссыз дыбыстардың бәрін теріп жазатын болсақ, ол ұяңға жатады екен. Енді үнді. Менің аюларым. Менің аюларым. Осы жердегі дауыссыз дыбыстарды теріп жазайық. М, Н, Ң, Л, Р. Мұны жазып кеттік, е? Енді ю. Бұл жерде И және У. И және У. Түсіндіңіздер ғой? Ю деген дифтонг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұда да 7 екен. Яғни, ұяңды гав жазғызбады деген дауыссыз дыбыстарын теріп жазсақ тауып алады екенбіз. Үндіні менің аюларым деген сөзді теріп жазу арқылы тауып алады екен біз. Ал қатаң. Қатаң ұяңның қос дауыссыздары. Мысалы, Г, К-ға ұқсайды. В, Ф-ға ұқсайды. Ж, Ш-ға ұқсайды. З, С-ға ұқсайды. Ғ, Қ-ға ұқсайды. Б, П-ға ұқсайды. Д, Т-ға ұқсайды. Яғни осы енді қарасақ, қалған әріптердің барлығының жұбы жоқ, бірақ қалғанның бәрі қатаңға жатады. Мысалы, Х, хат дегендегі, Х, қаһарман дегенде, Ц, циркуль дегенде, Ч, чемодан дегенде, Ш, щетка дегенде. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яғни 12 қатаң бар екен.
ұяң гав жазғызбады, үнді менің аюларым. Ал қатаң ұяңның қос жүк дауыссыздары қалған дыбыстың барлығы қатаңға жатады екен. 7-ге 7-ні қоссақ 14, яғни 14-ке 12-ні қоссақ 26, яғни 26 дауыссыз дыбыс шығып тұр. Ал 12 дауысты дыбыс бар. Яғни қосайық. 7, 8, 3, 38 әріп шығып тұр. Бірақ бізде 42 әріп, қалған әріптер қайда? Яғни жіңішкелік белгісі мен жуан белгісі бұлар әріпке жатпайды. Бұлар таңба. Бұл орыс тілінен енген сөздерде ғана кездесетін таңбалар. Ал я, ю, йо бұлар дифтонгтар. Яғни қосарлы дыбыстар. Оның қосарлы дыбыстар екені қалай? Я, и және адан бірігеді, ю, и және удан бірігеді, йо, и және одан бірігеді. Бұлар қосарлы дыбыстар. Яғни 38, 39, 40, 41, 42, 43. Неғып 43 шығып кетіп тұр? Өйткені у деген дыбыс бірде жуан, бірде жіңішке. Ол дауысты дыбыстың ішінде де бар, дауыссыз дыбыстың ішінде де бар. Сондықтан да одан бірді алып тастаймыз, 42 әріп шығып тұр. Сіздерге бұл қатты, күшті қызықтырды деген ойдамын. Ондай болса менің каналыма жазылып, жақсы пікірлеріңізді білдіре кетіңіздер.